Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге эстерхази деп аталатын торттың рецебімен бөлісемін. Бұл торттың құрамында миндаль жаңғақтары бар. Өте дәмді, жеңіл, міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған дәмі қатты ұнады. Өте нәзік торт. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоны қарамас бұрын менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Бұл жерде менде ыдыста жұмыртқаның ағуызы, соған шым тұз саламыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап, аппақ болып көпіргенше жақсылап араластырамыз. Енді аз-аздан қант қосып, миксердің жылдамдығын әр минут сайын көтере отыра, жақсылап араластырып шығамыз. Бізде ағуыздар ыдыстан ақпайтындай, өзінің формасын жақсы ұстайтындай, осындай болып шығуы тиіс. Қараңыздар, осындай болып шығу керек. Жылтыр, әдемі болып шығады. Енді осының үстіне крахмал қосамыз және миндаль ұнын саламыз. Егер миндаль ұны болмаса, сіздер миндальді алып ұнтақтасаңыздар болады, немесе кондитерлік дүкендерде сатылады. Миндаль ұны қарапайым бидай ұнына қарағанда өте дәмді, сонда ерекше, пайдасы көп. Енді осының барлығын силиконды күрекшемен жақсылап араластырып шығамыз. Жоғардан төменге қарай асықпай, біркелкі болғанға шейін араластыруымыз қажет. Біздің миндальді қамыр дайын. Енді бізге диаметрі 18 см болатын форма қажет болады. Пергамент қағазының үстіне бірнеше ас қасықтан, шамамен 4-5 ас қасықтан салып, осылай коржды жайып шығамыз. Корждарды қызып тұрған пеште 160 градуста пісіреміз. Конвекция қоспай, жаңағы асты мен жоғарысы қызатындай қылып пеште пісіріп шығамыз. Дайын корждарды алып, бірден пергамент қағазынан босатып, оны суытамыз. Коржымыз суып жатқанша крем дайындаймыз. Оған бізге сүт, қант, крахмал және де жұмыртқаның сарыуызы қажет. Бізге плитаға қоятын ыдыс қажет. Соған жұмыртқаның сарыуызын саламыз. Оның үстіне қант саламыз. Жүгері крахмалын саламыз. Бұны басқа крахмалмен ауыстыруға болмайды. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біркелкі болып шығуы керек. Мінекей осылай жақсылап араласты. Енді осының үстіне сүт құямыз. Аз-аздан құйып, жақсылап, толықтай біркелкі болғанға шейін араластырамыз. Одан соң оттың астын орташа қылып қоямыз. Осы біздің масса қоюланғанға шейін отта ұстаймыз. Осындай консистенция болып шығу керек. Қараңыздар, қоюлау болып шықты. Оттың астын өшіріп, толықтай суытамыз да, кемінде 6 сағаттай холодильникте ұстаймыз. Яғни салқын болып тұру керек. Бетін пищевой пленкамен жауып қойыңыздар. Мен бір түнге қойып қойдым. Ал енді крем жасап бастаймыз. Алдымен кілегейді алып, салқын кілегейді алып, миксермен шайқаймыз. Кілегей осылай қою болғанға шейін миксермен жақсылап араластырдық. Енді біздің дайын жұмыртқалы осындай сарыуызды массамызды, оны осы жаңа кілегеймен біз араластыруымыз қажет. Ол үшін осы ыдыстағы сарыуызды алдымен бір рет миксермен араластырып алыңыздар. Одан соң барып осы кілегейдің үстіне салып, жақсылап миксердің ең жай жылдамдығында араластырамыз. Бізде крем кішкене сұйық болып шығуы керек. Ал енді тортты жинаймыз. Әрбір коржды алып, осылай жаңағы сақинаға саламыз. Торт жасауға арналған сақина. Және де әр коржға шамамен 3-4 ас қасықтай крем салып шығамыз. Бұл өзіңіздің қалауыңызға қарай. Жақсылап осылай тортымызды жинаймыз. Мен піскен корждарды суытқан соң, оны тағамдық пленкамен орап,
холодильникке бір түнге қойып қойған болатынмын. Одан соң жаңағы тортты жинардың алдында пищевой пленкадан босатып, осылай кремді жасап, тортымды жинап жатырмын. Тортты жинап болған соң, оның кремі сіңу үшін тоңазытқышқа қойып қойғандарыңыз жөн. Шамамен 2-3 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Ал енді сақинадан босатамыз. Торттың жан-жағын әдемілеп тегістейміз. Торттың беті мен шоколадты глазурьмен әсемдеймін. Ол үшін сливкиді, яғни кілегейді ысытасыз, және де оның үстіне ақ шоколадты қосып ерітесіз. Қайнатып қажет емес. Осы сливки мен еріген ақ шоколадты кішкене суыту керек, міндетті түрде ыстық болмауы тиіс. Сол суыған соң осы торттың үстіне құямыз. Және де жақсылап тегістеп шығамыз. Менде мына жерде шоколад, оны кондитер қапшығына салып, әдемі. Бұл шоколадты еріту үшін мен алдымен кондитерлік қапшыққа шоколадты салдым да, ыстық суға салып қойдым кондитерлік қапшықты. Сол кезде шоколад еріп, оның ұшын кестім. Енді әдемі өрнектер жасаймыз. Ағаш таяқшаның көмегімен осылай өрнектерді сызып шығамыз. Ал торттың жанын миндальный слайсимен әсемдеймін. Бұл кондитерлік дүкенде сатылады. Миндальдан жасалған осындай ұсақ миндальдың кішкентай бөліктері. Соны әдемі қылып жанына жапсырып шығамыз. Біздің торт дайын, достар. Қазір біз кесеміз, өте нәзік, өте жұмсақ болып кесіліп жатыр. Егер видеоны осы жерге дейін қараған болсаңыз, бірден лайк қойып кетіңіз, және де каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Торттың қараңыздар, структурасы осындай әдемі болып шықты. Өте нәзік. Маған торттың дәмі қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Шынымды айтсам, бұл менің осы жақында жеген ең тәтті торттарының бірі деп айта аламын. Шынымен де маған өте қатты ұнады. Миндальдың дәмі мен осындай креммен жасалған тортты барлығы дәмін көру керек деп ойлаймын. Жолдасыма да, отбасыма да қатты ұнады. Сол себептен де сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлжанат.